салам басаламыз. Осындай аққу бар екен. Өзі ұшып қонды дейміз. Қонды, балконға қонды деп айтамыз. Кәдемен кетті деп айтамыз халыққа. Шықпаймыз қызымша. Иә айта бер. Күлген жақсы ғой, өлімізді қаламыз ертең. Қазір қойда мұны арасың. Айтсай, жетінші жерде қалқа жіберсін енді. Біз де қалқа жіберек неқта. Асабалар өз кеше бүкіл Қазақстанның маңдай алды ақындарымен кездестік, депутаттармен кездестік, ауылдардың мәдениет үйін көрдік. Қуанып, сол керемет күймен, көкемен, ағаммен, әпшемнің үйіне келіп, одан заман күшті шатқа келіп, тамақ ішіп, өлең айтып, бір-бірімізді қимай жаттық, әр бөлмеде. Сен де келсең ғой сол кезде. Бүгін қонасың енді. Жұмысың сыртқысы кірейтін болса төлеп таста. Жұмысың біз төлей саламыз. Алла өзі күнді жақсарып тұр ғой. Vay bәрекелді. Жан тұрған адам екенсің диванда. Ержанда жатады екен. Құдай-ай жаным қайда жүрсің Жәмила? Сен де шығарасың, мен де шығарасың ғой, көрің актөшпей. Досым, сен қаяқта жүрсің? Қайқылдап, көшет алдың, қуыс, нелер, домның арасынан шығып атыр дауыстарың. Elhamdülillah. Astagfirullah. Барсаң бара бер, келсең келе бер, өз еркіңде аққуым. Мына кісі жарайын деп тұр домбыра берсе. Жарайын деп тұр. Мына кісіге де домбыра жетпей тұр. Мына қыз атылып тұр ғой. Бұл адам болатын қыз ғой. Алло. Кел, қонжық, кел енді. Салат жеңіз, тамақ жеңіз, нәп жүрсіз. Өзіңізбен өзіңіз бос. Маралым менің, маралым менің өлеңді айтып береміз ғой. Аты марал ма? Бізде ән көп қой. Ән көп, просто айтылмай қалып жатыр да. Дискілер шаң бас болады. Кел деңіз, кел. Ойбой. Мынау Сізге зеңіз шарп тастаймыз ба? өнер адамы ол ештеңені жасырмайды. Баяғыда небір мынау үлкен актер ағаларымыз, небір талантты өнерпаздарымыз өткен. Олар дүние жинамаған. Небір ақындарымыз өтті, небір батырларымыз өтті. Сол сияқты сіз де бір ақкөңіл адам екенсіз. Ақкөңіл болсын. Өзіңіз сияқты бұрыннан көрген бауырдай, бала күннен тебісіп өскен туыстай көрініп жатсыз. Енді түріңізді көрейік енді. Мына даусыңызды естіп. Енді бір түріңізді, бойыңызды көріп, бір ақындатып, бір айыспадық па? Кеше қырғыздармен айыстық қой. Бұжырбекпен айыстық кеше қазақ. Дұрыс айтасыз. Сол қасында бұжырбектермен түстім де фотоға.